бүгін менің ертегілерімнің біреуін тыңдау үшін жиналдық. Бүгін тәкаппар күнбағыс деген ертегіні айтып беремін. Тыңдайсыңдар ма, қыздар? Иә. Жақсы. Күнбағыс не екенін білесіңдер ғой? Білесің ба? Сендер шемішкі шаққан жақсы көресіңдер ма? Иә. Сол шемішкі күнбағыстан өсіп шығады. Мен білесің. Иә. Ендеше тыңдай. Баяғыда бір күнбағыс болыпты. Ол тек қана күнмен дос болыпты. Таңертең ерте тұрып, күн қай жақтан шығады, сол жаққа басын бұрып өседі екен. Таңертеңнен кешке дейін ешкіммен амандаспай, ешкімді менсінбей, тек қана басын жоғары көтеріп күнге қарап тұрады екен. Бәрі сәлем күнбағыс, қалың қалай деп қасында өсіп тұрған гүлдер амандасса, күнбағыс сөйлемейді екен. Менің уақытым жоқ деп айтады екен. Сондай тәкаппар болыпты. Сосын бір күні күнбағыстың дәндері пісіп, басын бұлай аспанға көтеруге күші жетпей қалды. Сосын күнбағыс не істейді? Таңертең ерте тұрып, торғайларына, балапандарына дән іздеп шыққан торғайға: сәлем торғай дейді. Торғай шошып кетеді. Ойбай, күнбағыс, сенсің бе сөйлеп тұрған? Сен ешкіммен амандаспайтын едің ғой, не болды саған деп таң қалады. Сосын: иә, торғай досым, мен ғой күнбағыс. Менің дәндерім пісті, сен балапандарыңа тамақ іздеп ұшып бара жатсың ба? Дейді торғай. Иә, әрине, мен ерте тұрып балапандарыма тамақ іздеуге ұшып бара жатырмын дейді. Сосын күнбағыс айтады: сен қайтесің алысқа бар? Одан да менің басымда пісіп тұрған дәндердің бір екеуін алсайшы, мен басымды көтере алмай тұрмын дейді. Сосын торғай қуанып: ой, алақай, жақсы болды, мен балапандарыма алыстан тамақ іздемей сенен алатын боламын. Күнбағыстың дәндерін күнде бір-екеуден алып балапандарына тасиды. Күнбағысқа рахат болды, басы бұрынғыдай ауыр емес, жеңілдеп қалып, қайтадан басы көкке көтеріп, ешкімді менсінбей тұрады. Сосын бір күні қараса, торғай барлық дәндерін жеп қойыпты. Күнбағыс: сен бүкіл дәнін тасыпсаң ғой балапандарына. Содан күнбағысты еткен біздің Ақмама сияқты қожайыны далаға шығады да қарайды. Күнбағыстың дым дәні жоқ. Сосын не істейді? Ой, мына күнбағыстың дәндері жоқ, бізге керек емес екен деп, тамырымен жұлып алып, лақтырып тастайды жерге. Сосын күнбағыс жерде жатып жылайды: мені неге жұлып тастады? Мені жерге лақтырып тастады деп. Бұрынғы күн досы күнбағысқа қарамайды, күн түспейді. Басқа гүлдердің, басқа күнбағыстардың көлеңкесінде қалып қойып жылап жатады. Болды, енді мені ешкім жақсы көрмейді, достарым жоқ. Бір кезде күнбағыстың қасына кішкентай мынандай бір шемішке келеді. Жыламаңыз күнбағыс, мен сіздің ішіңізден шыққан дәнмін. Келесі жылы осы жерге қайтадан өсіп шығамын. Мен сенің өміріңнің жалғастырушысымын деп күнбағысты қуантады. Күнбағыс айтады: ой, рахмет, менің дым дәнегім қалмады деп ойласам, сен бар екенсің ғой. Жақсы болды. Онда сен менің өмірімнің жалғасы болсаң, келесі жылы осы жерден әдемі болып өсіп шыққан кезде мен сияқты тәкаппар болма. Күнге қарап өссең де достарыңмен амандас. Кісілердің берген сәлемін ал. Өзіңде қал жағдайын сұрап тұр. Тәкаппар адамның достары болмайды екен. Мен өкініп жатырмын деп жылайды. Дән не дейді? Жақсы күнбағыс, айтқаныңызды орындаймын. Тек сіз жыламаңыз. Мен осы жерден өсіп шығамын және ешқашан қандай болмаймын дейді? Тәкаппар болмаймын дейді. Ал менің қыздарым тәкаппар ма? Достарың көп пе? Иә. Сендер біреу сендерге сәлем амина десе амандасасыңдар ма? Иә. Үйге
үйге қонақтар келгенде қалай амандасамыз? Сәлеметсіз бе? Апайлармен амандасамыз ба мектепте? Иә. Тәкаппар болмау керек. Адамдарды менсінбеу, оларды кемсіту жаман қасиет. Дәліштің шарик жарылды. Сондықтан барлық адамдармен дос болу керек. Солай ма, Дәліш? Шаригі жарылып қалды. Ал ендеше достарымызбен келесі кездескенше сау болыңыздар дейміз. Біз тәкаппар болмаймыз. Біз қандай қыздармыз? Әдемі, жақсы қыздармыз. Сау болыңдар.